Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін бешбармаққа арналған өте күшті езілмей пісетін қамырды жаятын боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, сол кезде қамырларыңыз идеальный болып шығады. Бізге ең алдымен елексе өткізілген ұн, су, тұз, 2 жұмыртқа керек болады. Ең алдымен біз ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне суымызды құямыз, оның үстіне тұзды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Құрметті көрермендер, менің арнама кіріп тіркеле отырыңыздар. Менің каналымда өте оңай жасалатын рецепттер өте көп. Біздің тұзымыз ерігеннен соң үстіне ұнды саламыз да қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте қатты болуы керек. Жұмсақ болып қалса, біздің қамырымыз суға түскенде езіліп кетуі мүмкін. Бірақ та қамырымыз қатты болсын деп ұнды тым көп салудың қажеті жоқ. Мен мына жерде кішкене ұнды көп салып жібергендіктен кішкене ғана су құйып жібердім. Сіздер де солай істесеңіздер болады, ешқандай да өзгеріс болмайды. Бірақ тым көп су құймаңыздар. Міне осылайша біз қамырымызды жақсылап тұрып илеп алатын боламыз. Қамырымызды демалдыруға целлофанның көмегімен жауып тастайтын боламыз. Ешқандай ауа кірмейтін қылып жауып қоямыз. Біздің қамырымыз шамамен 1-2 сағат демалса да жеткілікті болады. Содан соң қамырымызды целлофаннан шығарып, 2 немесе 3 бөлікке бөліп жайсаңыздар болады. Бүгін мен 2 бөлікке бөліп жаятын боламын. Қараңыздар, біздің қамырымыз өте әп-әдемі болып шыққан, июі қанып әдемі болып тұр. Енді қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Қамырға азғантай ұн қоса отырып жаятын боламыз. Екі қамырды бірге жайсаңыздар да болады, немесе бөлек-бөлек жайсаңыздар да болады. Әрбір қамырды жайып жатқанда, екінші қамырымызды целлофанның көмегімен жауып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде қамырымыз қатты болып қалмайды. Міне қарап отырғандарыңыздай мен 2 қамырды бірге жайып жүрмін. Өйткені осылай уақытты да тиімді пайдалануға болады. Бірінші жайған кішкене қамырымызды жайып аламыз, оны целлофанға салып қоямыз. Содан соң екінші қамырымызды алып, оны да солай жайып, екеуін алмастырып жайып отыратын боламыз. Немесе 2 қамырды осылай бірінің үстіне бірін қойып жайсаңыздар да болады. Бірақ та екеуі бір-біріне жабысып қалмас үшін ұн сеуе отырып жаямыз.
Міне осымен біздің бешбармағымыздың қамыры осымен дайын. Тура видеодағыдай етіп азғантай ұн сеуемізде орап жақсылап осылай кесетін боламыз. Сіздердің бешбармақта қамырларыңыз езіліп кетіп жатырса, тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Тура видеодағыдай етіп жасасаңыздар, және де құрамын тура солай қоссаңыздар, ешқандай да қамырларың езілмей, күшті болып піседі. Міндетті түрде тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің анамның рецептісі осы рецепт, міндетті түрде сақтап алуларыңызды сұраймын. Бірақ та мен белгілі бір себептерге байланысты қамырдың салып жатқанын және пісіп жатқанын түсіре алмадым. Бірақ та мына жерде қарап тұрсаңыздар, езілмеген қамырды көруге болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.